Қайырлы күн, ханым. Сізді бүгінгі видео жазбамда көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі тақырыбымыз замужем, иә, тұрмыстамын, бірақ күйеуім жоқ секілді. Бұндай запроспен маған өте көп ханымдар келеді. Өте актуальна Қазақстан деңгейінде, өйткені біз развод бойынша да топ үшке кіреміз. Өте көп қазіргі заманда өзгерістер болып жатыр. Иә, байқасаңыз, бұрынғыдай бір рет үйлендім, все, живу счастливо или шыдап жүрем деген нәрсе жоқ. Қазір адамдар уже өз психологияны білуге тырысады, уже құндылықтар өзгеріп жатыр. И қазіргі заманда как никак өте актуально өзіңді тану, білу, сол арқылы сау қарым-қатынас құру, бақытты бола алу, күйеуіңмен дұрыс бір қарым-қатынас құра алу, иә. Қазіргі заманда бүкіл керекті мүмкіндіктер болған әрине бар. Егер де өзіңіз шынайы талпынсаңыз, ізденсеңіз, және де сол бір мүмкіндіктің бірін бүгін түсіндіргім келеді. Жалпы неге бұл тақырып? Өйткені маған көп келетін тақырып осы запростар. Екіншіден, мен бұл тақырыпта өте үлкен зерттеу жұмысын жасадым. Россияда уже қорғап жатырмын. И жалғыздықтан қашудың құнын қаншалықты ауыр екенін білемін. Өйткені бұл жерде тек қана сіз емес, сіздің отбасыңыз, соның ішінде балаларыңыздың да өте көп осы тақырыпта жаралары мүмкін болуы мүмкін, немесе уже бар. Сондықтан бізге сіздің особенно отбасыңызда бақытты болуыңыз өте қажет Қазақстан қоғамы үшін. Сол үшін де осындай тақырыпты таңдадым. Сізге де әрине бұл актуальна, рас сіз жанымда қазір қарап отырсыз. Енді кеттік. Көбінде мынандай сұрақ түпкі мазалайды: неге мені таңдамайды, неге мені жақсы көру соншалықты қиын ба, ауырмай, және немесе көп қалаймын ба деген сияқты көбінде бізде хандарда сұрақ болады, иә. Бірақ бұның артында мен бүгін сіздің мынандай бір жауаппен кеткеніңізді қалаймын: менде таңдау бар деген. Және де ол қандай таңдау бар екенін сіз ары қарай көретін, түсінетін боласыз. Жалпы енді бүгінгі эфирімде не болады? Бар жоғы 30-40 минуттық эфир. Ең үлкен проблемалардың бірі ол шаршадым. Иә, шаршаған клиенттер өте көп, және де өзін түсінбейтін, күйеуі оны түсінбейтін. Иә, және де мен шынымен де жалғызбын ба, жалғыздықтан жалпы ол не деген сұрақ мүмкін сізді мазалайды, иә. Немесе дәл қазір сіз балаңыз үшін шыдап жүрсіз, на грани развода сияқтысыз ба, мүмкін, иә, сондай бір сезімде жүрсіз, иә. Өзіңіздің күнделікті жоқ болып бара жатқаныңызды уже анық көре алып жатырсыз, және де не істеріңізді білмейсіз. Осы мәселеде біз біраз жауап табатын боласыз. Өзіңізді жоғалтып алсаңыз, не үшін жоғалтып алдыңыз, енді онымен не істеу керек, оны да түсінетін боласыз. Жалпы Қазақстан деңгейіндегі ең актуальный тақырып ол әлсіз бола аламын ба? Өйткені біздің қазақ қыздары өте ерте жастан әлсіз емес, мықты болып үйренеді, жауапкершілікті өзіне ғана емес отбасына алып үйренеді, кейін уже күйеуіне, балаларына алып кетеді. Және де бұның шегі қай жерде екенін түсінетін боласыз бүгін. Және де шыдап көп өмір сүреміз біз, иә. Шыдаудың бізге өте үлкен өмірімізде зияны бар екенін, және де одан қалай құтыла аламын деген сұрағыңыз болса, оған да жауап табуға тырысамыз. Және де мен сүйікті болуға жалпы лайықтымын ба, иә. И қазір сізді, наверное, сіз миллениал болсаңыз, мен жалпы кіммін, қайда бара жатырмын, өмір мәні бар ма, бар болса неде деген сұрақтарды мазалайтын шығар. Жалпы маған үлкен практикамда, иә, топтық жеке жұмыс жасау барысында келетін ең үлкен запростардың бірі ол шаршаған жандар көп келеді. Шынымен де өте көп курс алған, уже өзін қинап тастаған, техниканы десе техника, имбилдинг десе имбилдинг, бірақ уже бәрінен шаршап келген жандар көп келеді. Тіпті депрессияның белгілі бір деңгейіне өтіп кеткен, кәдімгідей патологқа қарап жататын ханымдар да менде болған. Тек қана ақшасы жоқ емес, ақшасы бар да, ақшасын жалпы күйеуіне, оның отбасына, туған туыстарын бәріне құйып та бір ішінде шынайы бір махаббат сезе алмаған ханымдар көп келеді. И көп ақшалайды, уақытымен де өмірімен де көп дүниені жасап, бірақ бәрібір өзгермеген мәселелер бар, иә. Ханымдар, осындай ханымдар маған соңғы кездері особенно көп келіп жүр. Измена бізде өте актуальный тақырып, өкінішке орай. Өте көп жан онымен прям кезігеді.
және де бұл мәселелердің бәрінің артында үндемей қоя салатын, иә, мысалы конфликттен қорқатын болсаңыз, осындай ханымдармен көп жұмыс жасаймын, ұрысса да тіпті даже конфликт кірсе де ешнәрсе өзгермейтін. Хотя осы зерттеу жұмыс жасағанда Готман бар, психолог английский, ол айтады да, жалпы отбасының бақытты болатын және ұзақ мықты қарым-қатынас құра алатын ең үлкен критерийлердің бірі дұрыс конфликттен шығуы, яғни шешуі дейді да. Бізде Қазақстанда былай клиенттеріме қарасақ, көбімізде жалпы конфликтке кірудің өзі проблема. Конфликттен қашамыз, қорқамыз. Хотя бұл өте маңызды пункт, өте жасалу керек қарым-қатынаста. Тек күйеуіңізбен емес, кез келген қарым-қатынаста жалпы конфликт ол всегда өсіреді. Бірақ біз не істейміз? Біз қашамыз. И қашқан сайын бір уақытта біз мынандай бір тұжырымға келеміз да, ажырассам шешіледі. Уже пробовали, не получилось, енді ажырасу. И қазір осындай әр крайностьтан крайностьқа жүрген ханымдар өте көп, кәдімгідей үміт үзілген, иә. Сондай кезде, сондай шарасыздық кезде, уже реніштер толып қалған кезде, өзіңізді жоғалтып алған кезде, мысалы менде болған клиентім уже изменасына үйреніп қалған. Осындай бір шарасыздық кезде әрине терапия, жалпы мен жасайтын жұмысым өте жақсы жұмыс жасайды, жақсы көмектеседі. Мен оны на деле көріп отырмын. И сізге де бүгін сол мәселені, жалпы ішіңіздегі бір жалғыздықты, ішіңіздегі бір өзіңіз түсінбейтін бір шаршаудың неден қайдан келетінін түсінетін боласыз бүгін. Маңызды мәселе ол бүгін сіздің 40 минут, уже 30 минутты өзіңізге толыққанды арнауыңыз. Сұрақтарыңыз, кез келген мәселеңіз болса, өзіңіздің запросыңыз болса, жекеме жазыңыз в любой момент. Және де бүгін осы видеоның соңында жақсы бір скидка жасаймын. Ол скидка тек қана осы видеоның соңында болады, және де актуальность тоже определенный уақытқа. Сондықтан до конца тыңдап назар аударыңыз, иә. Так, кеттік. Енді неге қарым-қатынас, иә, неге бұл теманы мен қозғап жатырмын, иә, Жансая Сартбай. Өйткені менің өзімде осы мәселе болған, жалғыздық сезіну, иә, күйеуің үшін бәрін жасайсың, бірақ бәрібір де өзің жалғызсың. Одан кейін үнемі бізде қазақтардың әйелдерінде выгорание өте үлкен. Өйткені біз күйеуімізге де мамамыз, балаларымызға да мамамыз, бытты да біз көтереміз, жұмысты да жасаймыз. Яғни бізде жауапкершілік тым көп. Біз тым жақсымыз даже деп айтсақ болады, иә. Тым көп стараться етеміз. И 95% клиенттің, если не 100, жоғалтқан жылдары кәдімгідей ішің ашиды. Мен мысалы өзім алғашқы 1 жылда уже бардым, я уже түсіндім, что вот что-то не то, и мен өзіммен жұмыс жасауым керек екенін түсіндім да. И маған келетін көп клиенттер 10 жыл, уже 12-15 жыл, ең үлкені 30 жыл күйеумен тұрмыста, вроде бы, да, отбасылы, бірақ әлі шынайы бір тұрмыс құрмаған, шынайы бір отбасыны сезінбеген ханымдар келеді. И бұл мәселе әрине мен үлкен бір зерттеу жұмыс жасауыма себепші болды. Өйткені обидно, да, ну вот сонша жылыңды жоғалтып, шынайы бақытты таппау, шынайы өзіңді әйел сезінбеу, бақытты сезінбеу өте үлкен іште бір өкінішті, сондай бір разочарование алып келеді. Сондықтан осы тақырыппен мен өте детально жұмыс жасаймын, өте ұзақ жұмыс жасаймын. Қанша жылымды осыған арнадым, өте көп терапия алдым, клиенттермен уже жеке де топтық терапияда жұмыс жасап келе жатырмын. Вот. И мысалы, и оның әрине уже біраз результаттар бар. Мысалы, мына жерде клиентіме қарасаңыздар, бұл клиентпен біз 2 жыл жұмыс жасадық, 2 ай. То есть 2 айдың өзінде, білесіз ба, бұл клиенттегі мәселе көре алмау болды. Яғни көп өмірінде жақсы қарым-қатынас бар күйеу тарапынан, жақсы жағдайда жасап жатыр. Бірақ кейде біз болады, көп қорқыныштарымыз біздің шынайы бақытымызды көрсетпейді. Шынайы мүмкіндіктерімізді алуға жағдай жасалынбайды. И біз бір қанша айналамызда керемет мүмкіндіктер көп болса да, бір түрмедегідей өмір сүреміз. Бұл клиенттің жағдайы дәл солай болды. И қараңыздар да, мысалы, соны көру, өзгерту арқылы 1-2 айда уже бір бизнесқа
жасап берді күйеуі, квартира алды деген сияқты. То есть бұның бәрі ішкі өзіңмен танысумен келетін бір последствия на самом деле. И күйеуіңмен жақсы қарым қатынаста дәл солай. Ары қарай кеттік. Неге жалпы қарым-қатынас, біз адам бірінші туылған күннен бастап, сәтінен бастап қарым-қатынасқа мұқтаж. Иә, біз туылғанда өзіміз туылмаймыз. Біз ананың құрсағынан, ананың жүрегіне жатқызады бізді, иә. Бұның үлкен мәні бар, өйткені адам қарым-қатынасқа өте мұқтаж. Және де біз сол қарым-қатынас арқылы негізі өзімізбен, анамызбен, ең жақындарымызбен кішкентай күннен қарым-қатынас арқылы біз өзімізбен дұрыс қарым-қатынасты жасауды үйренеміз. Сол арқылы болашақта күйеуімізбен де, баламызбен де. Бірақ көбімізде осы ең алғашқы қарым-қатынасымыз дұрыс емес кеткен, қателіктер көп болған, өте көп жалғыздықты біз көп сезінгенбіз, қыздар, особенно қазақтың. И бізде осы жерде үлкен пробел бар. И ол пробелдің үлкен последствиясы, біз өз опорамызды, өзіміздің толыққанды адам, толыққанды бір өз өмірімізге ие бола алатын адам ретінде сезінбейміз. И бұл әрине біздің отбасылық өмірде де үлкен қиындықтарға, бақытсыздыққа душар еткізеді, иә. И қараңыздар, жалпы қарасаңыз, біз күнделікті жасайтын әрекеттеріміздің бәрі күйеуіңіздің махаббатын алу үшін, балаңыздың махаббатын алу үшін, бір жылылыққа деген қажеттіліктен туындайды да. Және де бұл өте табиғи, естественный нәрсе. Бірақ бұл жерде бір үлкен но бар. Пока біз өзімізді сатып кетпегенше. То есть ішімізде бір толыққанды махаббатты сезініп, толып, содан беру басқа. Ал дефициттан, мені жақсы көрсе екен, мені таңдаса екен, көбінде мен мысалы практикамды айта аламын. Сізде мүмкін мен махаббатты лайық екенін сезінгім келеді күйеуім арқылы. Яғни күйеуім маған жылы сөйлесе, маған жағдай жасаса, мен жақсы көрсе, мен жақсы көрілуге лайықтымын деп ойлаймыз да, барымызды күйеуімізге береміз. Прям құдай деңгейіне шығарып жібереміз. И содан өте қатты опық жейтін моменттеріміз өте көп. Иә, ауру болсын, измена болсын, расчарование болсын, жалпы бақытсыздық, жалғыздықтың бәрінің түбі осы тым көп басқаға, күйеуіңізге беру, иә, өзіңізді ұмытып кетуден туындайды бүкіл проблема. Иә, мына жерде мысалы бір клиентім айтады, ішкі опора сырттан ішке қарай пайда болды дейді да. Бұл өте маңызды. Қарым-қатынаста сіздің өз опораңыз болмаса, сіз ертелі кеш осылай өзіңізді ұмытып кетесіз. Ұмытып кету бұл өте қарым-қатынаста қауіпті. Өйткені ұмыту деген сөз басқа адамның қолданысында болу деген сөз, иә. Енді қазір бастаймыз, основной контентке кіреміз. Жалпы мен сізге өзімнің зерттеу жұмысымдағы неге мен тұрмыстамын, бірақ өзімді әлі де жалғыз сезінемін деген сұраққа жауапты айтып беретін боламын. Ол жерде ең бірінші себеп, біз жалғыздықтан қашамыз. Көбінде тіпті тоже зерттеулер көп жасалған. Тұрмысқа шығудың себептерінің ішінде ең актуальны, ең көбі ол жалғыздықтан қашу. Иә, то есть бізде мысалы тұрмыс құрғанда көбінде жалғыздықтан қашып күйеуге тиеміз да, и күйеумен бірге өзімізді одан бетер жалғыз сезінеміз. Иә, негізі бұл жалғыздықтың ең түпкі себебі тұрмысқа дейін болған еді. Иә, тұрмысқа дейін болған еді. Яғни біз, білесіздер ма, ішімізде негізі өзіміздің өсіп өнген отбасымыз өмір сүреді. Олардың дауысы, олардың бізден қалағаны, олардың айтқандарының бәрі жоқ болып кетпейді, ішімізде сақталады. И біздің қазақ қыздарының көбісі кішкентай кезінде жалғыз қалдырып кеткен ата-анасы, әжесіне апарып тастаған жазда или вообще бірнеше жылға, иә, немесе үйінде жалғыз қалдырған, түсіндірмей, айтпай, сондай бір травма деп айтады оны психологияда, сондай бір серьезный травмалардың себебінен біз өте ерте өзімізді жалғыз сезінгенбіз. Тіпті мектепте жүргенде буллингқа ұшыраған қыздар негізі өте көп, иә. Сексуалды насилиені өте тоже көп. И осы мәселелердің бәрі бізді үлкен бір жалғыздыққа алып келеді. Және де біз ол жалғыздықтан қорқамыз. Мені шынымен де ешкім таңдамай ма бұл өмірде? Неужели мен ешкімге керек емеспін дейміз да. Бізді бірінші таңдаған көбінде тіпті
в целом таңдаған күйеуге қуана қуана шығып, вот енді мен жалғыз болмаймын деп шығамыз да нағыз жалғыздыққа ұрынамыз. Өйткені біздің ішімізде не болса, отбасылық өмір оны прям екі, он, тіпті 100 есе ұлғайтады. Иә. И біз не істейміз? Біз ол қашып қана қоймаймыз, отбасында еще біз күйеуімізге өте көп оның махаббатына ие болу үшін өзімізді тастап, бар жан тәнімізді оған арнап кетеміз ғой. Иә. И өмір сүрудің орнына жалпы отбасы деген ол бөлісу, екі толыққанды адамның бірге болуы, иә. 50-50 емес, мен жарты, сен жарты, бір бүтін емес. Негізі екі бүтін адамның бірге келуі нағыз отбасын тудырады, нағыз бақытты алып келеді. Біз көбінде ішіміздегі бір жартылықты екінші адаммен, күйеуімізбен толтырғымыз келеді де не істейміз? Өмір сүрудің орнына қайтадан қалай мен дұрыс жасасам мені таңдайды, қалай мен дұрыс жасауым керек, қандай практика техника жасауым керек мен таңдау үшін деп техникаларды іздеп кетеміз. Ең басты біз қашатын сезім жалғыздық сезімі. Ең қызығы, ол жалғыздық сезімі ешқайда кетпейді, пока сіз онымен прямо кездескенше. Ол не екенін мен кішкене кейінірек айтамын. Келесі, ә, біздің көбімізде тастанды сезім бізге таныс, иә. Кішкентай кезде мысалы анамыз тастап кеткен, даже бір алдап мысалы тастап кетеді, иә, қонаққа, басқа жерге. И сондай бір өміріміздің фрагменттері бар, бүкіл өмірімізге әсер ететін бір кішкентай бір фрагмент, иә. Өйткені кішкентай кезінде бізде фильтр болмайды, бізде логика болмайды, біз тек жүрекпен қабылдаймыз. И дәл солай біз не істейміз? Уже кішкентай кезде мысалы анамыз тастамас үшін идеальный ребенок болуға тырыстық, отличница болуға тырыстық, оның қалағандай жасауға тырыстық, иә. Әркімнің әртүрлі тырысуы бар. Біз сол нәрсені кейін уже күйеуімізбен қайталаймыз. Иә, өйткені біз ол мәселені шешпегенде, ол мәселеге прямо қарап жұмыс жасамағанда, иә, не істейміз? Біз өте ерте, қарасаңыздар, қазақ қыздары тұрмысқа шығады, тырысады, 20-25. Негізі әлемдік стандарт бойынша адам зрелый, взрослый болады 25 жаста. А біздің көп қазақ қыздары 25 жасқа дейін шығып кетеді. Соответственно, біз не істейміз? Әлі де ішіміздегі балалық сезіммен, енді ата-анамыз емес, мені күйеуім тастамаса екен деп өмірімізді шынымен де тозаққа айналдырамыз. Бұның масштабны, қаншалықты масштабны екенін енді мен сөзбен түсіндіре алмаймын. Өйткені маған көп қыздар келеді, иә, әйелдер уже өзі мен кім болып кеттім дегенде мусорға айналып кеттім, тряпкаға айналып кеттім, мен жоқ болып кеттім күйеуім жанында. Күйеуім біртүрлі десе біртүрлімін, дұрыс емес десе дұрыс емеспін, мен оған көбірек сенемін чем өзіме, мен ішкі дауысым мені тек қана критиковать етеді деп келетін ханымдар өте көп. және де бұның барлығы осы тасталмас үшін, иә, травма отвержения деп айтады орыс тілінде, яғни өзіңді тастанды емес, өзіңді нужный, иә, біреуге керек екенімізді сезіну үшін, особенно енді күйеуімізге, иә, ең жақын адамымыз, біз не істейміз? Өзімізді жоғалтып, жоқ қылып, күйеуіміз үшін ғана барлығын жасаймыз. И әркімнің ол мәселеде әртүрлі қарайды. Біреу мен барлығын өзім жасасам, баланы да өзім қарасам, үйді де өзім қатырсам, тамағын да күшті қылып жасасам, бүкіл проблемаларды шешсем, ол ақша тапса болды, мені ол жақсы көреді деп кетеміз. Немесе мен үндемеуім керек, оның сөзі заң деп кетеміз. Немесе айтқаннан шықпауым керек деп, ол отыр десе отыр, тұр десе тұр деп, сондай бір деңгейге шығып кетеміз. Оның қалаулары өміріміздің заңына айналады былай қарағанда. және де бұл түпкі үлкен жалғыздыққа алып келетін екінші себеп. Үшінші себеп, ол біз өмірімізді, жалпы өмір сүру құқығының өзін заслужить етіп кетеміз. Біз просто жоқ деп айта алмаймыз, иә. Мысалы күйеуіміз, например, бізге айтса мына жерге бармайсың десе, бармай қоя саламыз. Немесе мысалы маған келеді, терапия көрініп тұр, уже все жұмыс жасау керек, бірақ мен күйеуімнің рұқсатын сұрайын дейді да. То есть оның өмірі жалпы да күйеуінің рұқсатынсыз сүрілмейді. Понимаете? Есть, когда согласовываем, ақылдасамыз, но именно рұқсат алу, ол иә десе иә, жоқ десе жоқ деу, ол кәдімгідей, получается, мен махаббатты заслуживать етемін, жалпы болуды, бар болуды заслуживать етемін деген өте ауыр бір деңгейге өтіп кетеді.
және де біз не істейміз, миллионер болу үшін, ойбай страст, там керемет маған ақша беру үшін, подарка беру үшін не істеймін деп тағы да, в общем, әйел адам өзін қинаудан прям біздің қазақтың қыздары номер один деп айтсам өтірік болмас, әлем бойынша, иә. И біз не істейміз, тұрмысқа шыққан кездері жалпы кейін де жақсы әйел болуға тырысамыз, келін ата анамызбен бәріне жауға тырысып жүріп өзімізді вообще ұмытып кетеміз. И бұны жасаудың үлкен себептерінің бірі еще кінә сезімі. Иә, біз өте қатты кінәлі сезінеміз, тіпті жоқ жерде. Мысалы, примерда бір дипломды жұмысқа келіскен ханым, жалпы ашық жария етуге келіскен, соның бір мысалын келтірейін. Ол мысалы, күйеуі, например, үйге шоколад или чипс алып келсе, оны өзі бүтін біреуін жеп қоюға кәдімгідей кінәлі сезінеді, жеп қойған кезде. Ол бөлу керек еді жарысын, иә. Хотя өзі үйде декретте, уже қанша бала шағасы бар, уже 6-7 жыл декретте, шаршайды. И рахаттанып бір конфетті, шоколадты бір өзі жеудің орнына тіпті оның өзін өзіне рұқсат бермейді. Ойбай, баламнан ұят болды, күйеуімнен ұят болды деп. Немесе там үйіндегі өте көп бытовой мәселелердің бәрін өзі шешеді, и үлгермесе күйеуімен бөлісу деген идея келмейді. Сразу кінәлімін, мен дұрыс емеспін, мен жеткіліксізбін, мен шаршамауым керек, мен бұрын бәрін істей алатын едім, қазір болса жартысын да істей алмаймын деп үнемі любой бір проблеманы өзін кінәлауға бір себеп қылып қолданады. Вот, үнемі недостаточно, иә. И әрине бұл қайталана бергенде біз сезімдер түгілі тіпті өз қажеттілік қалауларымызды даже ненормально қылып қараймыз, көреміз. Нәтижесінде әрине ол жауапкершілік пен еркіндіктен айырылады. Иә. Одан кейін бізде қазақтарда қатты дамыған ол обслуживающий персоналға айналып кетеміз. Яғни үйіңізде 3 бала бар шығар, мүмкін жалпы 4, 5, 6 адам бар шығарсыздар, иә. Бірақ көп әйелдер бір өзі үйінде бар сияқты. Бүкіл жауапкершілік өзінде болады. И бытты, и баланы, и күйеуі, и оның галстугы, там рубашканың үтіктелгені, тамағы болуы, келгенде демалуы. Понимаете? И шынымен де үйінде қанша адам болса да өзін жалғыз сезінетін әйелдер өте көп. И сізге де ол таныс болса, ол мүмкін сіздің солай обслуживающий персоналға айналып кетуіңіздің себебі болуы мүмкін, иә. Еркек ақша тапса болды деп көп әйел қалай қарайды, сенеді. Вот, это очень үлкен глобальный проблема. Қараңыздар, и мысалы мына ханым айтады, 7 жылдан бері енді ғана күйеумен сөйлесуді үйрендім терапия барысында. Қазір әңгімеміз бітпейді. Хотя осы ханым келгенде біз сөйлесе алмаймыз деп келетін. Екеуміз айтатынбыз сол, бала быт болды, одан асамаймыз деп. И кәдімгідей өзін жалғыз сезінеді, обидасы көп да. И 3 айлық жұмыс барысында, даже 2 ай жұмыс жасады, кажется, уже күйеуімен осындай бір деңгейге өтті. Сезімдерді келесі өшіру және ішкі жазалау. Біздің білесіздер ме, өте қатты жазалаушымыз өзімізді. Прям енді айта алмаймын ана деңгейді. Мысалы, өзіңізде қазір елестетсеңіз болады. Вот күнделікті, мысалы, бір күніңізді просто байқап көріңізші, қаншалықты өзіңізге жылы сөйлейсіз, қаншалықты өзіңіз критиковать етесіз. Ой жынды, ой тура, ой осыны да қолынан келмеді ма, осыны қалай сен ұмытасың, не болды саған сонша. Понимаете, бізде ішкі критик, жалпы ішкі өзімізді өшіретін, жазалайтын именно біздің бір бөлшегіміз тым үлкен. Көп ханымдарда тіпті өзінің жасап жатқан еңбегін, сіңіріп жатқан осы отбасыға деген үлкен еңбегін байқамайтын әйелдер өте көп. И это очень опасно. Өйткені сіз өзіңіздің еңбегіңізді отбасыға алып келіп жатқан байқамағанда ешкім оны байқамайды. И ол өте үлкен бір депрессияға алып келеді, выгоранияға алып келеді, құнсыздандыруға алып келеді өзіңізді, иә. И әрине ондай кезде сізді басқа адамдар да басынуы, қолдануы өте жеңіл болады. И бізде білесіздер ме, даже сезімді айтпай ақ қойыңызшы, просто қажеттілік элементарный демалуға. Біздің қазақ әйелдеріне демалуға болмайды. Обязательно бір істі бітірді ме, екіншісін істеу керек. Потом ішкі сезімдер бізде, вот прям клиентім болған, говно. Вот менен тек говно шығады, и мен басқаға жақпас үшін үндемей қоя саламын дейді.
понимаете, қандай деңгейдеміз біз. Ішіміздегі туып жатқан әдемілікті бокпен теңейміз былай қарағанда. Сондықтан үлкен жұмыс бар бізде жалпы. Қиналып қана, и көбімізде мынандай бір сенім бар: мен қиналып жақсы махаббатқа лайықты боламын. То есть мен обязательно должна заслужить, бір нәрсе істеуім керек мені жақсы көру үшін. Бұл сіздің ең үлкен заблуждениеңіз деп айтар едім. Иә, мені жақсы көру үшін мен бір нәрсе істеуім керек деген. Вот поверьте мне, это не так. Сіз мысалы балаларыңызды бар болғанша жақсы көресіз ба, әлде бір нәрсе істеген үшін ба? Вот осы нәрсені өзіңізге де сұрап көріңізші. Сіз өзіңізді, и бізде көбіміз бір нәрсе істеуіміз керек, жетістікке жетуіміз керек. Мысалы көп ханымдар мысалы сөйлесесің, айтады: анау күшті, мынау күшті деп ше, всегда біреу күшті біздің көз алдымызда. И бұл ең үлкен самообман. И бізде білесіз ба, мынандай нәрсе бар: неге біз өзімізді тек қана жазалай береміз, өзімізді тұншықтыра береміз? Өйткені көбімізде өзіңді бағалауды эгоизм деп ойлаймыз. Тәкаппарланып кетемін, жоқ десем тәкаппарланып кетемін, өз сезімдерімді айтып бастасам, қажеттіліктерімді қалап жасап істетіп бастасам, мен тәкаппар болып кетемін дейміз. Бірақ білесіз ба, ең үлкен тәкаппарлық ол өзінің қажеттіліктеріңді айтпау, мойындамау. Өйткені мысалы білесіздер, иә, ислам бойынша да мұсылман адам ол ең әлсіздігін мойындаған. Яғни адам болудың жалпы сути ол әлсіздігіңді мойындау. Мен үлгере алмай жатырмын, көмектесші. Мен сенің махаббатыңа зәрумін, құшағыңа хочу деп прям каждый раз өзінің қажеттіліктеріңді мойындау, бұл адам болу. А мойындамау керісінше тәкаппарлық. Сондықтан өте опасно, если сіз айтпайсыз, басқалар, конечно, угадывать етпейді, и солай разочарованияда жүрсеңіз. Тағы бір қызық парадокс: біз қалай қатты махаббатты, жақындықты қалаймыз, дәл солай одан қорқамыз. Өйткені бір рет аузы күйген, иә, кішкентай кезінде анасын, әкесін жақсы көріп, бір өте ауыр травма алған адам, ол есейгенде тревожный тип деп айтады. Яғни махаббат оған жүк сияқты болады. Мен бір клиентім болған: махаббат, мен жақындықтан қорқам, өйткені мен жақындасам, жанымды ашсам, мені қолданып кетеді дейді, эксплуатацияға ұшырап кетемін дейді. И мен сол үшін адамдармен, даже күйеуіммен қатты жақын емеспін дейді. Хотя қатты қалаймын жақындықты дейді, иә. Сондықтан біз не істейміз? Жақындықтан қорққандықтан. И мынандай нәрсе бар еще: мен күйеуім жақындап кетсе, мені шынайы жүзімді көріп қояды и разочаруется, менен бас тартады деп, тоже екінші бір грань. Осындай да қорқыныштар болады біздің ханымдарда. И біз не істейміз? Махаббат сұрамаймыз, мойындамаймыз, көп бере береміз, өзі береді деп ойлап, бірақ ол бермейді. Потом біз не істейміз? Өте үлкен реніш толады. И сол ренішпен әрине бізде арамызда жақсы бір қарым-қатынас болмайды, иә. Сондықтан басқаны да, өзіңді де мойындау, ауызбен қалауларыңды айту, ол айту үшін бірінші түсіну, сезіну өте маңызды. Келесі, біз білесіз ба, осы нәрселердің бәрін жасағанда рано или поздно соматизацияға, яғни денемізде үлкен бір последствиялар болады. Қандай? Әртүрлі аурулар болады. Мысалы, сіздің бір сезіміңіз бар, сіз оны тұншықтыра бергенде ол не істейді? Ол, мысалы, ашуландыңыз, иә, ол қалыпты нәрсе, ашулану. Күйеуіңізге особенно бір мәселеде келіспей қалдыңыз, сіз оны үндемей қоя салдым деп ойлайсыз, қарым-қатынасты құтқару үшін. На самом деле сіз не істейсіз? Аутоагрессия болады ол. То есть ол ашу сыртқа шығудың орнына, иә, ана проблеманы шешу, күйеуіңізбен келісудің орнына ішке барады, и ол ішті, денеңізді разрушать етеді, бұзады. И содан бізде инфаркт бойынша Қазақстан өте алдыңғы қатарда. Аутоиммунный мәселелер бізде қазір уже көп. Желчь көбінде проблема, иә. Печеньмен проблема. Бұның бәрі іштен шықпай қалған сезімдер. Сезімдер ешқайда кетпейді. Ол, если сыртқа шықпаса, ол ішкі жаныңызды, тәніңізді бұзады, иә. Сондықтан жүрегіңізге мән беру өте маңызды. Біз көбіне жүрегіміз өте керемет дүниелерді бізге сездіреді, бірақ біз не істейміз? Миымызбен
қорқыныштарымызбен оның бәрін өшіріп тастаймыз. И терапия барысында менде көп клиенттерім айтатыны, жүрегім мен миым бір бірімен наконец-то келісе алды деп айтады да. Вот, ал көбімізде сондай бір конфликт, миымыз басқа жаққа тартады, жүрегіміз басқа жаққа тартады. И қараңыздар, вот терапияда, вот иә, мысалы мен өзім енді психолог болғандықтан менің основной жұмысым ол сіздермен терапия жасау. И қандай результатқа келдік, мысалы мына ханымда ажырасудан аман қалды, иә, көбіміздің қорқатынымыз, иә, кәдімгідей ажырасам деп келген негізі запросы, уже все некуда деп, еще 4 бала шағасымен. И сөйтіп жүріп жұмыс жасау барысында 16 килограммға арықтады. Ойлаңызшы, 16 килограмм. И 10 миллион қарыздан шықты. Кредит жоқ, ұйқы тыныш, то есть уже жаны тыныш болғандықтан тәні де дұрысталып, азып, иә, 10 миллион кредиттен құтылу деген өте үлкен еңбек. И это все реально. Это все реально, когда сіз өзіңізді естіп бастайсыз, көріп бастайсыз, сезіп бастайсыз. Өйткені біздің сіз мысалы қазір шаршап отырсаңыз, бүкіл күшіңіз білесіз ба сіздің қайда кетеді? Өзіңізді өшіруге кетеді. Өшіруге, өзіңізді критиковать етуге, өзіңізден зат жасауға, иә. Яғни адам ол сезімдері бар, ол сезімдер шығу керек, ол сезімдер бір мәселені шешуге керек. Бірақ біз не істейміз? Отбасымды сақтап қалайын дейміз де, үндемей, шыдап, өзімізді өшіріп жүреміз да. И бір күні ол міндетті түрде шығады, иә. Өйткені Аллах бізге үлкен күш берген, потенциал берген, и өмір бізге күйеу де бала да оны өшіру үшін емес, керісінше оны бұл әлемге әкелу үшін, көрсету үшін берілген, және де олар ол қызметін міндетті түрде жасайды. И білесіз ба, жалғыздықтың жалпы өзіңіздегі, ішіңіздегі әртүрлі конфликттердің ең үлкен әсері кімге? Ол әрине сізге и балаңызға. Өйткені бала ол губка. И кез келген бала үшін ата ана идеал. Одан мысалы андай ата анам қателесіп жатыр, дұрыс емес ойлап жатыр деген нәрсе жоқ. Ол 100% сенеді. Егер сіз қиналып өмір сүрсеңіз, бала да қиналу норма деп қарайды. Если сіз бүкіл өміріңізді балаңызға, күйеуіңізге жертв етсеңіз, бала да сол нәрсені норма деп, ол да ол нәрсені продолжать етеді. Сондықтан балаңыздың болашағы дұрыс, бақытты болған қаласаңыз, хотя бы балаңыз үшін өзіңіз өзгеруіңіз қажет. Сондықтан баланың жүрегі өте нәзік, и ол 100% сізді сезеді, тіпті сіз сезбеген дүниелерді сезеді, иә. Мысалы сіз айта алмаған дүниелерді кейде ол сезіп тұрады. Сондықтан и сіз де кезінде дәл солай ата анаңыздан қабылдап алдыңыз. Мысалы олар, көп клиенттер бар, мысалы өзіне бақыт келіп тұрса да, күйеуі бүкіл жағдайын жасап тұрса да, оны көре алмайтын, сезе алмайтын, өзіне рұқсат етпейтін. Өйткені оның ата анасы бақытсыз болды. И ата анам бақытсыз болғанда мен қалай бақытты боламын деп, біз өзіміз кейде келіп тұрған бақытты қолымызбен итереміз. Сондықтан сіздің ең маңызды, балаңыз 1, 2, 5 балаңыз болса, сіз өзгермеуге, сізде просто вариант жоқ. Сіз обязательно өз жаныңызға үңіліп, өзгеріске қадам жасауыңыз керек. И білесіз ба, бүкіл осы проблемалар денемен, баламен, күйеумен неден туындайды? Бұл ең бірінші шынайы өзіңіздің осы өмірде жалғыз екеніңізді. Сіз жалғыз туылдыңыз, жалғыз өлесіз, и жалғыз бұл өмірде көп мәселені өзіңіз шешуіңіз керек. Негізі күйеуіміз біздің орнымызға бізді бақытты қыла алмайды. Балаңыз сіздің орныңызға сіздің өмірді сүре алмайды. Жұмысыңыз сізді өзіңізден ала алмайды. Рано или поздно біз өзімізбен бетпе-бет келеміз, и біз көбінде бұл жалғыздықтан, экзистенциальный жалғыздық деп аталады ол, яғни біз бұл әлемде жалғызбыз, бұл әлемде бізге еркіндік берілді Құдай тарапынан, иә, және де ол еркіндікке жауапкершілікті тек біз ала аламыз, ешқандай күйеу ала алмайды біздің орнымызға, тек біз ала аламыз, және де біз бақытты өзімізге бақытты болуға жағдай жасай аламыз. Және көбіміз именно осы жалғыздықтан қорқып не істейміз? Күйеуге қашамыз, күйеуді обслуживать етеміз, ол мені бақытты қылса бақытты боламын деп ойлаймыз. Бірақ ол өте үлкен қателік. Ең үлкен сіз жасай алатын өзіңізге жақсылық, ол өзіңіздің жалғыз екеніңізді, бұл әлемге, өмірге қарсы
алдында, иә, өмір алдында сіздің жауапкершілігіңіз тек өзіңізде екенін, иә, сіздің бақытыңыз үшін жауапкершіліктің тек өзіңізде екенін, және де оны жалғыз сіз жасай алатыныңызды мойындау, қабылдау, соған сай жауапкершілікті алу, қаншалықты сіз тез алсаңыз соншалықты сізді бүйтіп тук 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 деп бақыт та, қарым қатынас та, күйеуіңіздің де сізге деген жылулығы, балаларыңыздың да бақыты тез келеді. Мен оған қанша адаммен жұмыс жасап көзім жетті. Біз өз өмірімізге жауапкершілік алғанда басқа адамдар да бізге мән беріп, бізге жауапкершілік, жылулық бере бастайды. Иә, сондықтан ең бірінші сіздің жасайтын дүниеңіз күйеуіңіздің жанында жалғыздықтан құтылу үшін, жалпы әлемде үлкен бір өкініш, реніштен құтылу үшін, ол өзіңіздің жаныңызға үңілу, өзіңізге кезінде ала алмаған, күйеуіңізден ала алмаған махаббатты, күйеуіңізден ала алмаған жылулықты, күйеуіңізден басқадан ала алмаған жақсылықты өзіңізге жасап бастау. Және де сразу айтайын, ол өте қиын. Біз ескі өзіміздің үйреншікті дүниелерімізді өте көп жасап кетеміз, иә. Мысалы күйеуімізге жалпы көп келетін клиенттердің бір іс әрекетін сөзге айналдырса, ол былай көрінеді да: мені түсін, өйткені мен өзімді түсінбей жатырмын. Мені признай, өйткені мен өзімді вообще признавать етпеймін, адам ретінде, тұлға ретінде, иә. Мені жақсы көр, өйткені мен өзімді жақсы көруді білмеймін. Мені бағала, өйткені мен өзімді бағалауды білмеймін. Ішімдегі жалғыздықты жасыр, өйткені не істерімді білмеймін ол жалғыздығыммен. Мені ұйқыдан оят, өйткені мен ұйқыдамын, деген сияқты бір слоган келеді, иә. И ең қызығы, ешқандай адам бізді осы дүниелерді бере алмайды, пока біз өзімізге мән беріп, осы дүниелерді өзімізбен жасамайынша, яғни өзімізді признавать етіп көрмейінше, өзімізді жақсы көруге қадам жасамайынша. И бұл жерде бір қызық парадокс бар. Сіз өз өміріңізге жалғыз жауаптысыз, и көп адамға бірақ қиын бұл жалғыздықпен кездесу. Сондықтан да қазір терапия өте актуальна, сондықтан да көп адам қазір терапияға барады. Өйткені негізі біз өмірімізбен ата-анамыз арқылы кездесуіміз керек еді. Олар біз өмірге тап болғанда бізге жағдай жасап, бізбен дұрыс қарым-қатынас құрып, біз өз-өзімізбен қарым-қатынас құруымызға жағдай жасау керек еді. Бірақ өкінішке орай көбімізде ондай опыт жоқ. И терапия бұл опытты, яғни қайтадан жаныңызда надежный, иә, ересектің болуы, иә, психолог кейпінде арқылы сіз өз жаныңызды зерттеп, өз жаныңызға жауапкершілік алып, өз жалғыздығыңызбен кездесіп, жаңа бір деңгейге шыға аласыз. И бұл жұмыс сіздің әрине күйеуіңізбен де қарым-қатынасқа өте мықты әсер етеді. Тек күйеуіңізбен емес, жұмыста да, баламен де, басқа да бүкіл сфераңызға өте мықты әсер етеді. Иә, және де осы жерге дейін, надеюсь, сізге түсінікті болды. Иә, жалғыздығыңыздың ең үлкен негізгі себебі ол жастық шақтан келеді. Өйткені біз барлығымыз бір деңгейде, бір жасымызда, кішкентайымыздан өте көп жалғыздық сезінгенбіз, және ол нәрсемен бетпе-бет келіп, оны терапияда онымен жұмыс жасамайынша, ол бүкіл өміріміз бойынша біздің артымыздан қалмайды. Ұлғая береді, ұлғая береді. Сондықтан оны мойындап, енді мен өміріме қалай жауапкершілік ала аламын деген сұрақтарыңызға терапияда жақсылап қарап, мән беріп жұмыс жасасаңыз, сіз өте тез арада, иә, өзіңіз үшін бар бола аласыз, өзіңіз үшін көп жаңалықты потенциалыңызды аша аласыз. Және де жалпы жалғыздықтан құтылудың ең дұрыс жолы ол әрине жаңа әрекет. И мен сізді именно бұл әрекетке терапия арқылы жасауға шақырамын. Өйткені бұл ең мен білетін сапалы бір жол. Өзімде мысалы неше түрлі курстар алдым, ретриттерге, тауға да, қырға да шықтым, бірақ шынымен де өмірімді өзгерткен терапия болды. Мына жерде де мысалы басқа да клиенттердің мысалы отзывтарын оқысаңыз болады, иә. Шынымен де қалай терапияның өмірлеріне әсер еткені. Мына жерде нақты бағанағы айтып өткен ажырасудан аман қалған, 16 килограмм арықтаған, иә, спокойно туған күніне 1 миллион дайын бизнесті да ала алған, иә, то есть разрешение, да. Бұның бәрі өмірінің жанында болған. Бұл клиенттің просто ол өзіне рұқсат бермеген. Өзіне рұқсат беріп бастағанда осындай нәтижелер келген. Және сіз де
мысалы мына жерде вообще 2 айлық жұмыс, иә, күйеу өзіне қалайтын квартираны сыйлады. Бұл әрине сізге көрсетіп жатқан енді бір материальный нәтижелер. На самом деле ең маңызды нәтиже ол өзіңізді тануыңыз, өзіңізге деген махаббаттың ашылуы, құрметтің ашылуы, өзіңізді тек критиковать етпей, наоборот, өзіңізге бар ала алмаған махаббат пен жылулықты бере алуыңыз. А бұлар уже соның последствиясы. И сондықтан сізге де осындай бір мүмкіндікті доступный қылу үшін тек қана осы 24 сағат ішінде осындай бір жеңілдікті ұсынамын. Иә, 22 000 негізгі менің жеке консультациям, бірақ сізге 55% жеңілдікпен 10 000 теңгеге ғана беріп отырмын. Осы номерге предоплата салып маған жекемен жаза аласыз, тіркеле аласыз. Тек алғашқы 20 адамға осындай мүмкіндікті ашып отырмын. Дәл қазір менде 2 апта бойы ашық есік болады өзімнің блогымда. И сізде осы мүмкіндікті қолданып, тек 24 сағат жұмыс жасайтын скидканы алып, өз өміріңізге, жалпы сіздегі жалғыздықтың себебі не, сіздегі күйеуіңізбен қарым-қатынастың сіздің қалағандай болмай жатқанның, я жалпы басқа да проблемалар болсын, ақшамен, баламен, күйеумен, я өзіңізбен, өзіңіздің сенімсіздігіңізбен, қорқыныштарыңызбен жұмыс жасағыңыз келсе, сізді осындай керемет бір мүмкіндікті қолдануға шақырамын. Ол жерде алғашқы кездесуде біз сіздің бүкіл мәселелеріңіздің артындағы көрінбей жатқан себептерді тауып, ары қарай не жасай алатыныңызды бірге қараймыз. Сондықтан осы мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Қазір, прям дәл қазір тіркеліп қойыңыз, иә. Жалпы көбінде біз терапияда айтамыз, вот өмір өлімнен қорқады деп. На самом деле қазір соңғы зерттеулерден адам өмірден қорқады, тірі болудан. Өйткені тірі болу ол жауапкершілік. Өйткені тірі болған кезде сіз күйеуіңізбен кейбір мәселелерде келіспеуіңіз мүмкін, достарыңыздың кейбірі сізден теріс айналуы мүмкін. Жаңа бір деңгейге шыққанда әрине көп өтірік нәрселер өмірімізден кетеді. Сондықтан сізге де өзіңізге өлімнің төңірегінде емес, өмірдің төңірегінде өмір сүруге қадам жасауға шақырамын. Және де бұл қазіргі заманда өте доступны. Тағы да бір клиентімнің айта аламын да, 2 айдың көлемінде жаңа бизнесқа ие болғаны, жаңа жұмысты тапқаны, жаңа квартираға ие болғаны бәрі өзгерістің мүмкін екенін, және де ол қатты алыста емес екенін дәлелдейді. Вот. Сондықтан осы мүмкіндікті қолданып қалыңыз, иә. И сізде мысалы қазір мынандай сұрақтар болуы мүмкін. Неге мен сізді таңдауым керек, иә? Неге маған қайтадан көмектеспесе ше? Өйткені қазір өте көп курс алдыңыз, я уверена, қарым-қатынасқа байланысты 1045 техника жасадыңыз. Менің подходымда, жалпы терапияда біз ешқандай техника жасамаймыз. Біз ең бірінші сіздің өміріңізге прям реальностьқа 100% қарап үйренеміз. Өйткені реальностьті көргенде ғана біз онымен бір нәрсе жасай аламыз. Біз жамамаймыз. Біз бірінші не бар, қай жері сынық, соны көреміз. И содан кейін отношения арқылы, иә, сізде мүмкін болмаған, көрмеген сынық бір қарым-қатынастардан ғана сіз көргенсіз, иә, шынайы, нағыз адами қарым-қатынас арқылы біз сіздің өміріңізге әсер етеміз бірге, иә. То есть психолог пен клиент екеуміз біз бір мәселеге, сіздің проблемаңызға бірге бір команда ретінде қараймыз. Қазір тағы да айтуыңыз мүмкін, уже шаршадым, айналысатын уақыт жоқ, бала, үй, күйеу. Бірақ білесіз ба, сіз егер өз өміріңізде фундаментально мықты опораңыз болмаса, күйеу де спокойно жоқ болып кете алады, бала да, неше түрлі қазір проблема көп. Алдында бір жиында болдым, барлық әйелдер бір ауыздан баламен мүлдем контакт жоқ, мені тыңдамайды, мені елемейді дейді. Бұл да күйеу, бала деп солардың артынан жүгіре бергеннің бір последствиясы. Өйткені біз өзімізді тыңдап үйренбесек, өзімізді түсінбесек, бізді бала да подростковый жаста тем более тыңдамай кетеді. Даже қазір 7 жасар балалар да тыңдамайды.
Бөтен адамға ішімді ашу ұят сияқты. Сіз маған келіңіз, поверьте мне, сіз ашыласыз. И вы сами будете в шоке, насколько ашыласыз. Өйткені именно терапияда сіз ешкімге, тіпті ең жақын күйеу, дос, мамаңызға да ашпайтын дүниелерді ашасыз. И біз оның бәрін ашамыз просто сізді деп тыңдау үшін емес, шынымен де сіздің өміріңіздің өзгеруіне бір үлкен фундамент қалау үшін. Психологқа ақша жұмсауға мүмкіндігім жоқ. Білесіз ба, мен прям өзім санадым. Мен мысалы психологияға дейін өте көп ауыратынмын, өте көп проблема болатын, и миллиондап кететін. Вот қазір мен мысалы қанша жыл уже практикую, ауру өте аз, проблема да өте аз, балаларым да почти ауырмайды. И былай қарасаңыз, мен миллиондарды сэкономила. Иә, өйткені бүкіл аурулардың, проблемалардың түпкі себебі жанымыз. Жанымыз орнында дұрыс болмаса, ол тәнге де, өмірімізге де 100% әсер етеді. Күйеуім бәрібір түсінбейді, қолдамайды. Қараңыз, көбісі мысалы әйелдер айтады, неге мен өзгеруім керек, неге күйеуім өзгермейді. На самом деле, кімнің жаны ауырады, сол өзгеру керек. Өйткені сіздің жаныңыз ауырғаны, сіздің жаныңыз сізге ғана керек түбінде, күйеуіңізге емес. Күйеуіңізге всегда комфортно, да, әйелі үйін жинап отырса, балаларына қарап отырса. Біздің қазақ қоғамда особенно күйеулерге ыңғайлы әйелінің өзгермегені. Өйткені әйел өзгерсе неудобно болып бастайды, өзінің праволарын түсініп бастайды, и бұл опасно. Сондықтан өзгеріс күйеуіңізге емес, сізге керек. Потому что сіз қиналып жатсыз, вы страдаете. Сондықтан ол сізге, конечно, актуально. И бұл тек ақша деңгейінде емес, өміріңіздің, жаныңыздың деңгейінде маңызды. Мен бәрін түсінемін, бірақ одан ештеңе, иә, көбісі қазір мысалы маған келетін клиенттер курс өтіп алған, бәрін миымен түсінеді, бірақ жанына сіңбеген. Біздің терапияның мақсаты ол жан деңгейінде проживать ету, түсіну, ұғыну да. Өйткені сіз мимен қанша түсінсеңіз де ол өзгеріске алып келмейді. Маңыздысы жаныңызбен түсіну. Жан деңгейінде бір өзгеріс болды ма, ол обязательно сіздің өміріңіздің көлемінде өзгереді. И мен сізге қатты прям қалаймын бір нәрсені түсінгеніңіз. Отбасы ол сіздің бөлшегіңіз, өміріңіздің мәні емес. Күйеуіңіз де сіздің өміріңіздің бір бөлшегі, мәні емес, иә. Біз шынымен де көп әйелдер күйеуін өмірінің бір мәні қылып жібереді, и сол жерде өте көп разочарованияға алып келеді. Өйткені Аллах, наверное, бізді так любит, что бізді басқа біреудің құлы, күні немесе бір мәні қылып жібергісі келмейді да. Біздің өз өмірімізге өзіміз ие болғанымызды, өмірімізді сапалы, бақытты өмір сүргенімізді қалайды, и соған қарай бізге көзімізді ашуға тырысады, былай айтсақ болады, иә. Өмірім, күйеуім менің өмірімнің бір кейіпкері, мәні емес, күйеуім өмірім емес, әлем, культура, бала менің бір өмірімнің бөлшегі, иә. Сондықтан осы мәселені, осыны ұмытпаңыз. Және де Яло, Фром деген сияқты мықты психологтар айтады, жалпы адам өз жалғыздығымен владу дейді ғой, в комфорте болғанда ғана шынайы махаббатқа да қадап жасай алады. Сондықтан өз жалғыздығыңызбен, өзіңіздің ішкі әлеміңізбен танысып, онымен владу болған кезде сізге де шынайы бір махаббат сезімі міндетті түрде келеді. Ал біз өз жанымызды танып білмегенде біз всегда зависимый боламыз, иә, күйеуден, жұрттан, баладан, признаниядан и так далее. Жалпы айтарым осы. Мүмкін сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жазыңыз. Мен шынымен де өте көп әйелдермен, именно жалғыздық сезінетін әйелдермен жұмыс жасадым. Жалпы терапияда өте көп дүниелерді бірге ашамыз. Бұған 100% көзім жетеді. Сіз де өзіңізге тек күйеу үшін, бала үшін деп емес, өзіңіз үшін де бір қадам жасап, өз әлеміңізді, өз байлығыңызды, өз жауһарларыңызды ашуға қадам жасаңыз. Және де сізге өте керемет оған мүмкіндік өз тарапынан жасап отырмын деп ойлаймын. Плюс қалдырып келіңіз, сізді күтемін. Сау саламат болыңыз. Рахмет.